Балалар обасы туралы бұрын сонда естіген бе едіңіз? Тез шығып, өлім-жітімге көп соқтыратын болғандықтан қызылшаны осылай деп атап кеткен. 2019 жылы әлемде қызылша күрт тарай бастады. Мұндай жағдай соңғы 23 жылда болмаған еді. Сол уақытта Қазақстан инфекцияның таралуы жөнінен ондыққа кірген болатын. Қызылша өте қауіпті. Себебі ауа арқылы таралатын ауру иммунитетті бірнеше айға төмендетіп тастайды. Қызылшаның алдын алу үшін КПК екпесін салады. Ол сондай-ақ қызамық пен паротиттен де қорғайды. Жүкті кезде қызылша жұқтырса, түсік болып, немесе түрлі патологиясы бар бала өмірге келуі мүмкін. Ал паротит болса, менингит, энцефалит, саңырау құлақ, ерлердің белсіздігіне әкеліп соғуы мүмкін. КПК туралы білуіңіз керек бірінші нәрсе, ол тірі вакцина. Сондықтан кей адамдарға оның қарсы көрсетілімдері болады. Екіншісі, оның баяу жанама әсерлері болуы мүмкін. Десек те, инфекцияның салдарымен салыстырғанда айтарлықтай төмен. Үшіншісі, оны балаға 2 рет салады. Алдымен 12-15 айында, сосын 6 жасында. Ендеше, сіздің таңдауыңыз ауру ма, әлде вакцина ма?